диаграммадан мына есепті талдайық. Периметрін табыңыз дейді. А қатары, Б қатары берілген, яғни екі фигураны берілген, сол екеуінің периметрін тауып салыстыруымыз керек. Біріншісі 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 бұрыш берілген. Екіншісі 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тағы да 6 бұрыш. Енді бұлардың периметрлерін біз жеке-жеке тауып көрейік. Біріншісі P1 деп қояйық. Яғни периметр дегеніміз барлық қабырғалардың қосындысы. Сондықтан 3 қосу. Мына жерде 0,5 дециметр дегеніміз ол 5 сантиметр. Өлшем бірліктерін бірдей жасауымыз керек. 5 қосылған 4, қосылған 4, қосылған 6, қосылған 4 болады. Тең. Қосамыз 8, 10. Сонда 16, 16-ға 10 қоссақ 26 сантиметр. Енді келеміз екіншісін табайық. P2. Тағы да 4 қосу, 4 қосу. 0,35 дециметр дегеніміз ол 3,5 сантиметр. Қосылған 3, қосылған 2, қосылған 6. Тең. 8. Екеуі 8 болады. Мына 3-е 11 болады. 19. 19-ға 3-ті қоссақ 20, 21, 22. 22,5 сантиметр. Енді қайсы үлкен? 26 үлкен ба, 22,5 үлкен ба? Яғни P1 үлкен P2. А қатары үлкен, А қатары үлкен Б-дан. Демек жауабы А қатары екен.